Сәлем достар, құрметті аналар. Бұл видеода сіздермен гипербелсенділігі жоғары балаларды тыныштандыратын ойындар, әдістер немесе тәсілдер туралы айтатын боламыз. Егер балаңыздың белсенділігі жоғары болса, онда балаңызға біріншіден осындай трубочка беріп, оны үрлетіп көріңіз. Балаңыз тереңірек демалған сайын тынышталады. Немесе трубочкамен су ішкізіп көріңіз. Бұл жерде де бала терең демалған сайын оның гипербелсенділігі төмендеп, бала тынышталады. Көңіл күйі қалыпты жағдайға түседі. Және тағы бір тәсіл осындай массажға арналған шариктермен алақанын айналдыра отыра массаж жасаңыз. Немесе балаңызға осындай антистресс ойыншығын алып беріңіз. Бала біраз уақыт ойнап, өзі тынышталады. Негізі гипербелсенді балаларды қалай білеміз, ондай балалар бір орында отыра алмайды. Мазасыз, тынымсыз, себепсіз жүгіре береді. Қалыпты жерлер болса да өрмелеп кетуге дайын тұрады. Тыныш отырып ойнай алмайды. Осындай қасиеттер болса балаңызда, яғни балаңыз гипербелсенділігі жоғары балалар қатарына жатады. Ол ешқандай да қауіпті емес, сәл кей жағдайларда бұндай балаға ерекше қарау керек болады. Сондай-ақ ыдысқа жылы су құйып, оның ішіне ойыншықтарын салып беріңіз. Жылы су салқындағанша 30 минут ойнату жеткілікті. Яғни жылы сумен ойнаған баланың миы тынышталады. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар.